Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Эльмира. Бүгін мясо по-тайски жасаймыз. Яғни подлив бізде керек ет, сиырдың еті, помидор, сәбіз, баклажан, болгарский бұрыш, чеснок, пияз, укроп, көкшөптер қалауымызша. Етімізді әбден жұқалап турап, осылай қуырып аламыз. Соя соус құямыз. Жұмсағырту үшін чеснокпен бірге әбден қуырамыз, әдемі иісін шығартып. Томатный соус, томатный паста. Бұрыштар, приправалар өздерің қалауынша жұмсартып, астын ақырындатып қуырамыз әдемілеп. Көкөністерді өздеріңіздің қалауынша қосасыздар. Менде үйде баклажан болды. Баклажан қосып жібердім. Тұз салып, астын ақырындатып қайнатып қоямыз. Енді күрішімізді пісіреміз. Қазанға май құйып, күрішті қуырып аламыз. Бір 5-10 минуттай қуырып аламыз, әбден араластырып. Сосын қайнап тұрған суды құямыз, тұз саламыз. Су көп құймаймыз, көріп тұрғандарыңыздай. Кішкене ғана күріштен асса жетеді. Ыдысқа күрішті салар кезде ыдысымызды салқын суға салып алсаңыздар, күрішіміз жабыспайды. Осылай ыдысқа салып, сәндеп, кесемізге салып, әдемілеп. Күрішіміз оңай түседі, көріп тұрсыздар. Енді подливтен саламыз. Өте дәмді ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған Эльмира.